Мектептен каникулға шыққанымен дүкеннен ешқайда ұзай алмайды. Роза тәтемен бірге Жаркентке тауарға барып, нағыз қан базарды көрді. Тәтесі әбден тіс қағып алған екен. Ана қатарға, мына қатарға түсіп, таныс болып қалған сатушыларға тізімін тастап кетеді. Екеуі түс ауа тамақтанып алды да, үлкен арба сүйреген жігітті шақырып, ертіп алды. Бағанағы сатушыларды қайта жағалай тауып, заттарын алып арбаға сала берді. Роза тәте базардың сыртында бір камазға келісіп қойып, соған тасып, Жомарт үстіне шығып тией берді. Үй тұрмыстық техникалардың базарының ішін көлікпен аралады. Оларды сатушылар өздері көлікке салып берді. Қас қарайғанша сауда жасаған екеуі түнделетіп жүріп, таң алдында Ақтанға жетті. Жол бойы ұйықтап келгеннен шаршағаны басылып, сергіп қалыпты. Күн шыққанша көлік үстіндегі тауарды түсіріп алып, жаңа үй тұрмыс заттары деп аталатын бөлмеге кіргізіп қойды. Жомарт, біз мынаның бәрін санап залды реттеп ашуға дайындағанша, сен 2-3 күн демал, апаның да тапсырмалары бар шығар деп Роза тәтесі демалыс берді. Жомарттың жанына тыныштық болушы еді, салып ұрып Ақылбек ағасына келді. Ол жотасы қышыған есек диірменге қарай жүгіреді деуші еді. Сол айтқандай жақсы болды келгенің деп қуана қарсы алды. Дастанды рульге отырғызып қойып, өзі мотор жағынан бірдеңе шұқылап жатыр екен. Мынау Әсеттің жақында алған Маздасы ғой, алмай жатып коробкасы кетіпті деп сөйлеп жүр. Сені өзімде іздеп отыр едім, жақсы келдің. Менің 3 күн уақытым бар. Өткенде Әукен атаға шөп түсіріп берем дегем. Соған сізбен ақылдасқалы келдім. Оның өз ұлы бар емес пе? Саған не азап ол үшін шөп шауып? Ұлы келініммен қалаға көшіп кетіпті. Ауылда жұмыс жоқ деп. Ата қысқы шөп шабатын адам іздеп жүр екен. Мен егер әр бауына 50 теңгеден берсеңіз, шауып, үйіңізге жеткізіп берем дегем. Солай демейсің бе? Ақысын төлесе боқысын шығар деп, істеп жатқан тірлігінен басын көтеріп жымиды. Соған шалғыңыз бен арбаңызды сұрай келдім. Ертең мен де боспын, саған көмектесіп жіберейін. Жақсы, деді Жомарт күліп. Таң ата апасының көмбеге жапқан наны мен айранын алып, көк есегіне мініп, Ақылбектің үйіне келді. Ол да ақ есегін дайындап, қалтаға бірдеңе салып, әбігер болып жатыр екен. Екеуі 2 есек жарыс жасап, қара терекке әп-сәтте жетті. Жыл жауын шашынды болғасын ба, шөптің шығымы жақсы екен. Белуардан келетін шалғынның ортасына еніп кеткен Ақылбек, бүгін осы жағалауды орып тастайық, ертең баулап арбаға тиеп, атаңа жеткіземіз деді де, қайтадан шығып, есегін тұсап, қолына шалғысын алып, тас қайрағымен қайрай бастады. Жомарт та көк есегін тұсап, тамағын ағаштың көлеңкесіне жайғастырып, күйбеңдеп жатыр еді. Екеуі түске дейін бірталай жердің көк майсасын орып тастады. Сол маңдағы жалғыз қарағаштың түбіне келіп жантайып, сусындарын ішіп, әкелген тамақтарымен ауқаттанып алды. Әңгімелесіп біраз отырды. Сен биыл қалай бітірдің, деді Ақылбек. Нені, деп таңырқады Жомарт. Сабақты айтам. Сен саудаға кірісіп кетіп оқуды қойғасын ба? Саған жігіттер неге саудагер деген ат жамады десем, себебі бар екен ғой, деп күлді. Сыртынан саудагер деген лақап ат жапсырғанын алғаш естігенде намыстанғаны шындық еді. Шамданып та қалатын. Келе-келе құлағы үйреніп кетті ме, шыбын шаққан ғұрлы көрмейтін болды. Сол әдетімен лақап атқа мән бермей, бұрынғыдай үздік емеспін, биыл дүкенде шаруа көп болды ғой, деп Ақылбекке шынын айтты. Жомарт, ол сенің жекеменшік дүкенің емес, қанша еңбек жасасаң да Розаға жасап жатырсың. Ал оқуды жақсы оқысаң, өзің үшін оқисың. Дүкен қожайынына жақпай қалсаң, кез келген күні қуып жібереді. Үздік оқу міндет емес шығар. Өзіме керек пәндерімнен жақсымын. Қандай пәндер? Алгебра, геометрия, физика дегендей. Келер жылы осы уақытта оқуды бітіресің. Содан соң не істейсің? Алматыға оқуға барамын. Қандай оқуға? Есеп-қисапқа үйрететін біреуіне. Жомарт әлі нақ қайсы оқу орнына, қайсы мамандыққа баратынын ойламаған болатын. Сен осы бастан мамандық таңдауың керек. Сол саған бағыт болады.
Аға, менің арманым бай болу, бизнесмен болғым келеді, деді теледидардан көрген байларды есіне алып. Дұрыс, адамға алдымен арман керек. Бизнесмен болу үшін де білім алған дұрыс. Ақша табудың жолын, оны көбейтуді, оны дұрыс жұмсауды оқып алған дұрыс, деп Ақылбек өз білгенін түсіндірді. Дүкенде жүргенде көп нәрсе үйреніп жатырмын. Кейін соны өз дүкенім болғанда қолданам ғой, деп қояды Жомарт. Дұрыс, сен осы ақтамнан дүкен ашарсың. Бірақ өмірің әлі ұзақ. Білім сені өмір бойы асырайды. Мен оқымағаныма қатты өкінем. Ендігі бар арманым балаларымды қалай да оқыту. Қазір заман басқа. Кішкентай ақтамнан ашқан дүкен сені өмір бойы асырамайды. Ал күшті білім алсаң, Алматыдан да дүкен ашасың. Қазір жастар шетелден оқып, әлемді шарлап, бизнес жасап жатыр. Сен соған ұмтылуың керек. Бойыңдағы қуатыңды дұрыс жолға бағытта, деді. Мен қазір ақша жинап жүрмін. Сол ақшамен Алматыға оқуға барамын. Тек апаңа алаңдаймын. Несіне алаңдайсың? Апаңның олжасы бар. Біз бармыз. Мен бағам апаңды. Өстіп жүре бермеймін ғой жападан жалғыз. Құдай бұйырса сіңілісінің орнына келін түсіріп берем. Сен оқып жетілесің. Соңынан Дастан мен Кәмшат та оқуға ынтығады. Шөп шабыстағы Ақылбек ағасымен сырласу Жомарттың жолын ашқандай болды. Түнде ауладағы масалықты жатып, алдына Алматыға барып оқуға түсем, қосымша қаржы жинап байымын да дүкен сатып алам деген қиял мен мақсат қойып, басқаға мойын бұрғызбады. Сол жазда Жомартқа шөп әкеліп бер деп тапсырыс берушілер көбейді. Егін пісіп, орақ түскенде Ақылбек комбайнға отырды. Оның шөп шауып сатуға уақыты болмай кетті. Енді Жомарт жанына Дастанды алып, біреуі ақ есек, екіншісі көк есекке шиқылдақ арба жегіп, шөп тасып ауылдағы мал ұстайтындарды қарық қылды. Табысынан Дастанға да өз еңбегіне лайық бөліс беріп, ынталандырып отыратын. Ала жаздай ауылда доп қуып, одан қалса дүкеннің алдындағы шарбаққа мініп алып, шырт-шырт түкіріп әңгіме соғып отыратын жастарға ата-аналары: өзіңді яна Жомартты қарашы, жаз бойы шөп сатып ақша тауып жатыр. Сенің жүрісің мынау, түк пайдаң жоқ намыстарына, деп намыстарына тиетін болды. Ал кейбір ересектер мұның әрекетін ұнатпай, мына Жолдыбайдың баласы жиектегі шөптің бәрін әкесінен қалғандай жайпап барады, тумай шөккір, ақшаға мұнша құмар болар ма десетін. Одан қалса өзіне жоқшылық өтіп кеткен-ау, жұмыртқадан жүн қырқады. Бұл мектепте оқып жүріп мынандай өсе келе қайтер екен деп ұнатпай қауіптенсе, енді біреулері: өзі еңбекқор екен, басқа балаларды қарашы, ұйқыдан бас көтермейді, одан дайын тамақты ішіп алып, түн жарымға дейін жиналып, жын ойнақ жасайды. Содан таңға жуық келіп, ертесі түс ауғанша жатады. Осының бір бала болып ойнағанын, не бос жүргенін көрмеппіз. Қайта біздің жүгірмектер үйренсін содан. Қазір заман басқа, баяғы өкімет асырайды деп жата берген аштан өледі десіп риза болатын. Шынында сол кезде ауылдың балалары романтик магнитофонын айғайлатып көтеріп жүретін. Кешке қарай бір жерге жиналып, мәңгі ескірмейтін Бонни тобының «Бахама мама» деген хитін қосып, сөзін ұқпаса да секіріп билеп, шолпан туып таң сыз бергенше тарқамайтын. Жомартпен қатар балалардың ішінен осы саудагер пысықты өзеннің жағасына апарып сабап, екінші қырға қарай шөпке бармаса етсек қайтеді деушілер де болды. Әке-шешелері құлақтарының етін жеп қоймаған соң, Жомартпен қатар балалар жазғы демалыста өз үйінің ұсақ малдарының қысқы азығын әзірлеуге кірісті. Балаларының іс қатқанына қуанған ата-аналарының ризашылығын көріп, бұрынғыдан ықыласына тірлік етті. Еңбекке араласа бастағанынан олардың өмірге көзқарастары өзгеріп, қайта Жомартқа жақындап, тіршіліктің кілтін үйренгілері келді. Жомарт шөпке тапсырыс түспегенде дүкенге барады. Роза тәтесі: Жомарт, осы ауылдың бойжеткендері біздің дүкеннен шықпайды.
менің көзімді ала бере Айманнан сені сұрайтын көрінеді деп әзілдеді. Айман деген қызды жазғы демалыста азық-түлік жағына сатушылыққа алған болатын. Өзі тауарға кетеді. Жомарттың да өз бизнесі пайда болған соң дүкенге қосымша сатушы керек болған. Сол қыздың шығарып жүрген әңгімесі еді. Ол қыздар неге өз тірліктерімен айналыспайды екен, деді Жомарт үлкен кісідей салмақпен жауап қатып. Оның кейбір сөздері түйеден түскендей болатын. Бала жастан ересек адамша ой түйіп өскен Жомарт бозбала болған бұл кезде мінезі біртоға бола бастаған. Мінезі ауыр болған соң ба, әзілге әзілмен жауап беріп, орынсыз күлгенді жаны сүймейді. Жомарт, қазір сенің нағыз қыздарға қарап, алғашқы махаббатыңның оянатын кез емес пе? Келе берсін, деп күлді Роза тәтесі. Бозбала махаббатыңның оянатын кез емес пе дегенге беті ду етіп ұялып қалды. Есіне алғаш рет махаббаты баяғы 4-ші сыныпта Айшархан тәтейіне оянғаны түсті. Ондай сұлу қыз бұл ауылда жоқ, сондықтан басқаларға көз салып қайтем. Алматыға барғанда Айшархан тәтейге ұқсайтын қыз тауып алам деген арманмен қаптағы күрішті бір демде шағын дорбаларға салып тастады. Аздан соң істеп жатқан тірлігін тоқтата қойып, ол қыздар бос жүргенше торт пешене пісіріп әкесін, соларды сатуға қояйық. Қыздарға да қайсы пысық екен, соған қарап аға беріңіз, деді. Бұл жолы сәл жымиып. Әй, мынауың табылған ақыл, шынында неге өз қыздарымыз пісірген тәттілерді сатпасқа, деп Роза тәтесінің көзі жайнап шыға келді. Ертеңнен бастап дүкенге келгіш қыздарға айтыңыз, қайсысы еңбекқор екен көрейік, деді тағы қосымша. Бітті, айтамын, деп Роза тәтесі тағы бір идеясын қағып алды. Тәте, дүкенге ат қойса қайтеді, деді бірде Жомарт. Ауылдағы дүкенге не ат керек? Жоғарыдағы дүкенді Кенжеқанның дүкені, төмендегі дүкенді Розаның дүкені деп ел үйреніп кетті ғой. Кемені қалай атаса солай жүзеді деген бар екен. Егер дүкенге ат қойсақ, ол оған табыс, береке әкеледі. Маңдайшасына атын жазып қоямыз, ел соған үйренеді. Ойлап жүрген атауың бар ма? Әзірге жоқ, сіз де ойлаңыз, Жанаргүл әпкемде, Айман да ойлансын. Тіпті дүкеннің атын ойлап табуға бәйге жариялайық, деді Жомарт көзі жайнап. Ой, Жомартым-ай, ойлап таппайтының жоқ, деп риза болған тәтесі. Ал онда ойланыңдар, 3 күн уақыт берем, деп қолын шапалақтап жіберді. Розаның дүкеніне ат қою бәйгесіне апасы мен Ақылбек, Дастан, Жанаргүл мен Айманның, Жомарт пен Розаның достары, естіген құлақтың бәрі ат салысты. Олар Дархан, Береке, Ырыс, Табыс, Бақыт, Бастау, тағы да басқа аттарды ұсынып жатты. Роза тәте, енді осылардың ішінен біреуін таңдайық, деді. Жомарт барлық атауды қағазға жазып шиыршықтап орап шықты. Содан кейін банкаға салып әбден араластырған Роза тәте, Жомарт, осы дүкенге ат қою дегенді ойлап тапқан сенсің, енді өзің таңда, деп балаға ұсынды. Жанаргүл мен Айман менің таңдауым шықса екен деген тілеумен демін ішінен алып тұр. Жомарт қуанып кетіп, банканы алып сілкіп-сілкіп жіберіп, қолын ішіне сүңгітіп жіберді де біреуін суырып алды. 2 алақанының ортасына салып тұрып, кеудесіне жақындатып тигізді де алақанды ашып жіберді. 2 алақанның ортасында кішкентай ғана ширатылған ақ қағаз жатты. Ол қазір 5 жылдан астам атаусыз, маңдайында ешқандай белгі жоқ, ел ішінде Розаның дүкені аталып кеткен, тіпті елесі бар дүкен атауына да ие болған 3 бөлмелі ғимараттың тағдырын шешпекші. Жомарт таңдаған қағазды Роза қолына алды да, бар ынтасын салып тұрып, ширатпаны ашып жіберді. Береке деген жазу айқайлап тұрды. Роза тәте, ура, берекелі болады екенбіз, деп оң қолына ұстап жоғары көтеріп қуанышын білдірді. Кім ұсыныпты, деді Жомарт. Менің ұсынысым ғой, деп Жанаргүл мақтанышпен секіріп жіберді. Саған арнайы сыйлық бар, деді Роза тәте де риза болып. Сөйтіп, төменгі ауылдағы дүкен
береке деп аталатын болды. Жомарт шонжыға барып атауын баспаханаға жаздырып, әйнекке салып әкеліп, ғимараттың маңдайшасына ілді. Анасы Аллаға тапсырғанда. Жомарт мемлекеттік емтихандарды жақсы тапсырды. Енді мектеп бітірген аттестатын қолына алатын күнді күтуде. Қос бұрымы арқасында ойнап, нәркес көздерін төңкере қарайтын қарындасы Кәмшат 7-ші сыныпқа өтті. Ал апасының олжасы биыл мектеп табалдырығын аттамақ. Жан анасы болса, балапандарының қалай тез есейіп келе жатқанын тіршіліктің диірменінде айналып жүріп байқамайда қалғандай. 18-ге толғанша өз бетімен бауырынан шығып ауданнан ұзамаған жалғызының бір танысы жоқ. Қаранөпір халқы бар ел астанасына қалай баратынын ойлап қамығады. Розаның үлкен қызы сол қаланың маңындағы бір ауылда тұрады екен. Сақтықта қорлық жоқ, далада қалатындай болып жатсаң, шырай әпкеңді тауып ал деп мекен жайын жаздырып алып келді. Роза тәтесі де өзінің қолғанатын қимай, оқуға бармай-ақ жанымда жүре бер, мұнда да еңбегіңді жеп жатқам жоқ қой деп айтуға аузы бармай, әрі баланың бағын байламайын деп қиналып жүрді. 7-ші сыныптан жанына ес болып, жігері мен табандылығымен әрдайым таңдандырып жүретін. Өз қатарынан ілгері ойлап, әр нәрсеге талаптанып, дүкеннің керегесін кеңітіп, атына дейін береке деп қойды. Енді жанына осындай қолғанат кездесе ме, кездеспей ме? Тегі осы баладан бірдеңе шығады. Мұндай таудай талабы бар баланың жоғары білім алғаны дұрыс. Мен бірдеңе білсем, Жомарт барады да оқуға түсіп кетеді деп Жібек апасына өз ойын айтып қойды. Осыдан ай бұрын Жомарт апасымен аналы балалы болып оңаша сырласты. Сен де дүкен ашып ал, қолынан келеді. Елдер Розаны байтқан сенің балаң дейді ғой. Бір ауылда 2 дүкен бар, солармен жағаласып қайтем. Апа, мен енді мына Розаны байтқан сенің балаң дегенді естімейін. Ешкімге де айтпа. Ол дұшпанның сөзі. Роза тәте дүкенін маған дейін ашты. Қайта мен ол кісіден үйрендім. Егер мен мықты болсам, Алматыға барып, өз күшімді сынап көремін. Биыл оқуға түспесем, күзде әскерге кетем. Осы кеткенім бір жола кеткенім десеңші деген апасының дауысы жылай салатындай дірілдеп шықты. Ештеңеден қайтпайтын, ештеңені мойындамайтын байқұс апасы уақыттың алдында, тағдырдың алдында дәрменсіз екен. Жалғыз жапырағының осылай тез ер жетіп, өз өмір жолына түскелі тұрғанынан жеңілді. Апа, қазір сен жалғыз емессің, жаныңда шайыңды қойып беретін Кәмшат, көңіліңді көтеретін олжасың бар. Ақылбек аға мен Дастан да сіздің сөзге тақтырады. Мен шетелге кетіп бара жатқан жоқпын ғой, жиі келіп тұрамын деп құшақтап сүйді. Сонда байқады, анасының маңдайы мен көзінің айналасын әжім торлапты. Орамалының астынан самайы ақ күмістей жылтырайды. Апа, енді жинап жүрген байлығымды санап, жолға алатынымды бөліп, қалғанын банкке салып кетейін, дейді де төргі бөлмедегі көк сандыққа келді. Ақ сандығым ашылсын, ішінен ақша шашылсын деп әзілдеді. Апасы жанқалтасынан кілтін алып, сандықты ашып берді. Әкесінен қалған жейдесін, маңдай теріңді осыған орап жина, әруағы қолдасын деп берген еді. Сол түйіншекті алып екеуінің ортасына қойды. Бұл Жомарттың Роза тәтесіне барған күннен бері жинаған табысы болатын. Бір рет қана үйге теледидар сатып алды. Содан бері жіп шырғасын шығармай әкесінің жейдесіне тығатын. Байлауын шешіп қалып еді, бұрқыраған көп ақша ақтарылып түсті. Әл-Фараби, Абай, Сүйінбай, Шоқан, Құрманғазы, Әбілқайыр хан бабалар бейнеленген төл теңгелер үйіліп қалды. Екі жақтап санау басталды. Дүниенің рахаты, еңбекпен жинаған маңдай термен келген қаржыны қолмен ұстау ғой. Әрі ақшаның иісі қандай? Термен адам иісі аңқиды. Аналы балалы екеуінің де дыбысы шықпай
алдындағы тәтті еңбектің тер иісі бар түрлі түсті қағаздарды сытырлатып санап жатыр. Санына қарай бөлек-бөлек реттеп қойды. Содан соң Жомарт қай саннан нешеу екенін жаза бастады. Құлыным-ау, біраз ақша жинап тастапсың ғой деп апасы риза. Бас аяғын түгел санап шыққанда 900.000 теңге болды. Осы жасымда мұндай көп ақша көрмеппін деді апасы шынын айтып. Қайтсын-ай, олардың заманында еңбек ақыны еңбек күн деп жазып, жыл соңында бидаймен не малмен есептеп беретін. Тәуелсіздік алғалы бері ғана қолдарына осындай қағаз ақша тигені. Оның өзі айына 70 сомнан аспайды. Апа, 200.000 теңгені жолға аламын, қалғанын ертең поштаға апарып, екеуміз банкке салып қоямыз. Оқуға түссем керек болар, түспесем қайтып келіп тірлігімді жасаймын деп ересек адам құсап. Жомарт жолға Мырзакелді досымен шықты. Апасы мен Олжас автобус аялдамасына шығарып салды. Пазик деп аталатын автобус жердің шаңын қуырып, дөңгелегі шиқылдай келіп тоқтады. Аялдамада топырлап тұрған жұрт жапа-тармағай ұмтылды. Бәрі мініп болғанша апасының жанында тұрды. Мырзакелді де артқы есіктен көтеріліп бара жатқан соң Жомарт: «Апа, аман болыңыз» деді де бетінен сүйіп інісіне: «Олжас, апаңа қара» деп тапсырды. Қолтығынан көтеріп алып, тәмпіш танауынан шөп еткізіп жерге түсірді. Апасы: «Жалғыздың жары Құдай, Аллаға тапсырдым, қайып ерен 40 шілтен шылауыңда жүрсін» деп күбірледі. Ұлы оны анық естіді. Анасының әрдайым айтатын, жүрегіне жатталып, аузынан түспейтін дұғасы. Жүгіріп есіктен көтерілді де Мырзакелдінің жанына сөмкесін лақтыра салып, бұрылып, ұзынды қысқалы болып көзімен өзін тесіп, көңілі бұзылып тұрған апасы мен Олжасқа қол бұлғады. Анасының аузы жыбырлап тұр: «Аллаға тапсырдым». Түнде апасы түс көрген, елге аты шыққан молда еді әкесі Кәкеней Жарықтық. Бұлар таудың басында үлкен ақшаңқан 12 қанаттық үйде тұрады екен дейді. Әкесі ақбоз атқа мініп келіпті. Жібек есік алдына ұлымен тұр екен. Атынан түспей Жомартқа жақындап келіп, қолындағы қамшысын ұсынады. Сөйлемейді. Бала қолын созып алады да қамшыны көкке көтеріп қуанады. Әкесі содан кейін ақбоз атынан түсіп, шылбырын жиеніне беріп: «Мұны саған әкелдім, барар жерің ұзақ» дейді де өзі келген жолымен жаяу төмендеп кете береді. Таң алдындағы аян түседі. Апасы: «Ұлымның ғұмыры ұзақ болады екен, өмірі аттан түспейтін мықты азамат болады. Осы кеткеннен жол ашылады» деп жорып қояды. Бірақ баласына тіс жармайды. Жомарт Алматыға Мырзакелдімен келді. Оның аға жеңгесі құрылыста жұмыс істейтін. Таңертең ауылдан шыққан балалар ауданға түсте келген. Одан қалаға қарай тағы автобусқа отырған. Сол жүргеннен қас қарая діттеген жерлеріне жеткен. Апасы айтпақшы, тамыры жоқ, танысы жоқ Жомарт түнделетіп қайда барсын, досынан қалар емес. Мырзакелді екеуі саяхаттан 98 деген автобусқа отырып, Орбита шағын ауданына тартып берді. Автостанцияның атын, шағын ауданның аталымын, автобустың нөмірін Жомарт қайдан білсін? Мырзаш досы Мырзакелдіні ауыл осылай атайтын. Тақылдап бәрін түсіндіріп келеді. Мырзаштың аға жеңгесі ақ көңілді жандар көрінді. Түнделетіп өзі ғана келмей, қасына жолдасын ертіп келгенге қиналмады да, қайта дастарханын жайып төсегін салып күтті. Түннің бір уағына дейін екеуінің мақсаттарын сұрап, жөнін айтты. Мырзаштың аграрлық университетті бетке алып жүргеннен хабардар екен. Жомарт: «Мен Тұрар Рысқұлов атындағы экономика университетіне тапсырсам ба деймін» деді жүрегінде әлдилеп келген арманының шетін шығарып. «О, керемет, ол бұрынғы халық шаруашылығы институты ғой.
Қайсы факультетіне деп Болат ағасы риза болды. Қаржы және несиеге математикаң жақсы шығар болады деп ұялыңқырап қалды. Онда бізге жақын ертең құжатыңды апарып тапсыр деді. Аға, жатақхана бере ме деді жол бойы уайымдап келген мәселесін алдымен сұрап. Әрине береді, бермей қалса оқуға түскенше біздікінде жата бер. Мырзашпен бірге деп қояды жайсаң қазақ. Кісінің үйінде шал жеп жата бермейін деп ерте тұрып балконға шығып, төменде ары-бері жүріп жатқан адамдарды бақылап, біраз тұрды. Балконның есігін ашып, Мырзаштың Болат ағасы, Жомарт, сені университетіңе өзім апарып жол көрсетем деді. Жандосов пен Алтынсарин көшелерінің қиылысындағы университеттің қабылдау комиссиясына Болат аға ертіп келіп, құжаттарын тапсыртты. Құжат қабылдап жатқан қыздармен сөйлесіп, егер әкесінің қайтыс болғаны жайында анықтама өткізсе, ауылдың жеңілдігі бар конкурстан өтуде көмек болар еді деген мәліметті біліп берді. Жатақхана мәселесі де шешіле кетті, әрі түбінде екен. Орналасып қойды да ауылға барып әкесінің жоқтығы туралы анықтама алып келуге тартты. Апа деп екі кештің арасында кіріп келгенде шешесі шошып кетті. Бісмілда, баруыңнан қайтуың тез болды ғой, оқуға алмай қойды ма? Деді етегіне сүріне қабына орнынан тұрып жатып. Қалдарыңыз жақсы ма, апа деп амандасты баласы. Олжас жүгіріп келіп құшақтай алды. Сағынып қалса керек. Бәрі дұрыс, бірақ анықтама алып кел деп жіберді деп жай айта салды. Көп сөйлей бермейтін Жомарт. Әу бастан неге құжаттарын түгендеп шықпадың? Ары бері жүргенше ақымақ бас екі аяққа дамыл бермес деуші еді деп кейіді анасы. Ертесі ауыл советке барып құжатын алды. Ол жерде анықтама беретін баяғы өз ғашық болатын Айшарқан тәтейінің күйеуі Бекет екен. Сондай ақ көңіл бала сияқты аңқылдап жүріп, анықтамасын жасап, қолына ұстады. Жолың болсын, Жомарт, сені тәтейің үнемі мақтап жүрді. Алғыр талапты бала деп, оқуға түсіп кет деп, есік алдына дейін шығарып салды. Қоштасып былай шыққан соң осындай жақсы адамды бір кезде Бекежан деп жек көрген есіне түсіп, ұялып кетті. Ол не құжат, деді апасы кешінде. Әкемнің қайтыс болғаны туралы анықтама. Баяғыда өлген әкемді қайтпек анықтап, оқуға түскенде жеңілдік жасайтын көрінеді. Айналайдың өкімет-ай, жасынан жетім өсті деп қарайласады екен ғой деп анасы риза боп қалды. Мойнына бұршақ салып, жалғызының амандығы мен талабының шағылмауын, жолының болуын тілеп ертесі таңғы автобусқа шығарып салды. Жалғыздың жары Құдай, Аллаға тапсырдым, ғайып берен 40 жыл тыншылауыңда жүрсін деп күбірледі. Ұлы отырып кеткен автобус соңынан ұзақ қарап тұрып. Апасы анау-мынау емес, тура Аллаға тапсырып жіберген соң жолы болды. Апасы айтпақшы, жетім деп қарайласты ма, ауылдан білім іздеп келіпті деп есіркеді ма, 4 емтиханның 3-ін 4-ке, 1-ін 3-ке тапсырса да, экономика университетіне ілінді де кетті. Бала боп бос жүру, ерігу дегенді білмегені былай тұрсын, бала болып ақтарыла күліп қатты қуанған емес еді бұл Жомарт. Жаратылысынан салмақты, не нәрсеге де сабырмен қарайтын. Топырлаған ата-ана мен талапкерлердің ортасынан қысылып жетіп, мойнын үзілгенше соғысып, өзін Жомарт Жолдыбайұлы деп тізімнің ортасында тұрғанын көргенде, онша сеніңкіремеді. Кейін шегінді де кісі аяғы саябырсығанша күтті. Бәрі кетті-ау дегенде, қайта жақындап барып қолына қаламсабын алып, жуан ортада қасқайып тұрған аты жөнінің астын сызып тұрып оқып шықты. Бас жағында қаржы және несие факультеті деп үлкен әріптермен жазылыпты. Сонда ғана көңілі алып ұшып, ішінде ерекше бір шаттық сезім пайда болды. Үлкен тақтаның алдында, маңайында бірен-саран адамдар қараңдайды. Біреулері қуаныштан айқайлап, қыздар жағы бірін-бірі құшақтап, сүйіп те жатыр. Жан-жағына қарап еді, өмірінде бір көрген қуанышын бөлісетін тірі жан болмады. Қайткенде де осы қуанышын біреуге айтуы керек сияқты. Апасына барып айтады ғой,
байқұс апасы қалай қуанар екен. Бір тоқтысын алып ұрып, өткенде банкке салып кеткен ақшасының біразын жаратып той жасайтын шығар. Әкең екеуміз оқымадық, сен оқы, сен пәпкі көтер, ел биле деп қоймайтын. Ана арманының орындалуының басы осы шығар. Сол қуанған қалпы Алтынсарин көшесінің бойымен Болат ағасының үйіне тартты. Ең болмаса Мырзашқа айтып бөлсейінші деп қуанышы қойнына сыймай келеді. Дәулетке жол. Күзде сабақ басталды. Ауылдан келген балаға орыс тілінде жазылып қазақшаға аударылған кітаптарды түсіну оңай емес еді. Қазақ бөлімі деп аталғандары мен курстастары да, ұстаздары да көбінесе орысша тілдеседі. Қазақ тобының елден келген балалары өздерімен өздері бәрі жатақханада тұрады. Бірімен бірі төсек орын, ыдыс-аяқ, кітап, қағаз дегендері араласып, сапырылысып жатады. Бір-екі ай оқығаннан кейін ортаға үйреніскендері жиын той, ойын сауық дегенге бет бұра бастады. Жомартпен бірге тұратын екі жігіт, Жасан мен Серік, облыс орталықтарында мектеп бітірген, орысша қазақшаға бірдей кіммен болса да тіл табыса кететін азаматтар болып шықты. Бастапқыда өздерімен ертіп жүргілері келіп еді, ауылдың баласы ырық бермеді. Жомарттың ауыр мінезін түсініп, баратын жақтарына сүйремейтін болды. Қайта бөлмелестеріне орыс тілін үйретіп, кітаптарымен бөлісе жүрді. Жомарт бірден жоғары математика, макроэкономика, эконометрика, экономикалық теория, қаржы сабағы деген пәндерге ерекше ынтамен кірісті. Тіл сындыруға қиын сабақтардың лекциясын түсінгенше жазып алып, қайта көшіріп, кітаптарын іздеп, кітапханаға жиі барды. Таудай талабы бар, әр лекциясын ынтамен тыңдайтын шәкіртті профессор Боранбай Жүсіпбеков бірден ұнатты. Қаржы сабағы пәнінен беретін соғыс ардагері, алдынан бүгінгі ел тізгінін ұстап жүрген азаматтар дәріс алған тағылымды ұстаз Жомартқа бір күні сабақ үстінде: «Жомарт Жолдыбайұлы, сенің фамилияң неге жоқ? Бауыржан Батыр сияқты Жолдыбайұлы деп жазыпты» деді. Аудиториядағы студенттер ду күлді. Жомарт ұялғаннан қызарып кетіп орнынан тұрып: «Әкем солай жаздырған екен» деп жауап берді. «Сен туғанда әлі кеңес үкіметі тарамаған еді. Әкең тегін адам емес қой онда. Қайда істейді?» деп профессор жанарын сығырайта баланың жүзіне зер сала қарады да, ақ бурыл шашын оң қолымен бір сипап өтті. «Әкем жоқ, 30 жасында өліп қалған» деді студент даусы шаңқ етіп, ұстаздың тергей бергенін жақтырмай. Профессор өзінің балаға қадалғанына ыңғайсызданды ма? «Кешір айналайын, ол кезде ұлы деген жалғау тек Бауыржан момышұлында ғана болатын. Ол өте ұлтжанды, намысқой азамат еді. Соғыста жүргенде қазақта фамилия болмайды деп фамилиясын сұрап тергей бастаған генералға қасқая жауап берген екен. Содан ғой сенің Жолдыбайұлы дегеніңе таңырқап қалғаным. Қайран әкең 30 жасында арманда кеткен екен. Сен сол батырдың тілегіне сай батыр бол» деді де орнынан тұрып жанына келіп қолын созды. Бағанағы ду күлген балалар енді тынышталып, профессор мен курстастарына мойнын бұрды. Жомарт үстелдің шетіне шығып: «Мақұл, Боранбай Жүсіпбекович» деп оқытушыға ілтипат білдірді. Содан бастап бірге оқитындар оны батыр атап кетті. Ұстазының айтқанын да, курстастарының қойған аты да Жомартқа бұрынғыдан да үлкен жауапкершілік жүктеп, оқуына ынтасын арттырды. Бірде баспалдақпен түсіп келе жатыр еді, Боранбай Жүсіпбекұлы алдынан шықты. «Ой, батыр, қалайсың?» деді жымия жақындатып. «Ассалаумағалейкум» деді Жомарт ауылдағыда екі қолын соза. «Міне қазақ, қалада дәл осылай амандасын адам көрмегелі қашан?» «Уағалейкум салам» деп профессор ризашылығын білдіріп қолын алды. «Бері келші» деп терезе жаққа қарай ыңғайлады. Майданда жаралы болған оң аяғын сылти басып. «Мәшине айдай білесің ба?» деді оңаша шыққан жоқ соң. «Жоқ ағай» деді Жомарт соны білмейтініне қатты ыңғайсызданып. «Қабая»
деп үлкен кісі қиналып тұрып қалды. Сізге бір көмек керек пе? Деді Жомарт, өзінің адамды айтқызбай түсінетін мінезімен. Иә, керек болып тұр. Жеңіс мерекесі қарсаңында соғыс ардагерлеріне кең пәтер беріп жатыр еді. Сонда көшуім керек. Баламның мәшинесі тұр, жүргізетін адам жоқ. Ол өзі шетелде қызметке, деді ақтарыла. Жомарт өзінің кез келген істің шешімін бірден демде ойластыра қоятын әдетімен, ағай, уайымдамаңыз, мен көшірсем, көлік жүргізетін адамды табамыз, деді. Онда жақсы болды. Қашан бастаймыз, деп профессор қуанып қалды. Ертең сізге айтамын, деді Жомарт. Сол күні оған мәшине айдауды үйрететін курсқа оқуым керек деген ой түсті. Ауылда үйрететін әкесі жоқ, мәшине де болмады. Ол жармасып үйрене қалатындай. Содан ба көлік айдауды үйреніп алу деген нәрсе ойына да келмепті. Жақсылықтың ерте кеші жоқ деген әлі де кеш емес. Розбақиев көшесінің бойындағы Досаф мектебі дегенге барып, кешкі уақытта оқытатын ақылы курсқа жазылды. Енді сабақтан соң сол жаққа қарай жүгіретін болды. Мырзаштың Болат ағасы профессордың мәшинесімен бір күн жүріп беруге келісті. Жомарт жанына Мырзаш пен Жасанды ертіп, үлкен кісінің үйін көшіруге келді. Қосымша тағы бір жүк көлігіне келісті. Боранбай Жүсіпбекович кемпір екеуі ғана тұрады екен. Ол шет жақта қызметте, қызы басқа облыста күйеуде. Әлі жүгін буып түймепті де. 5 жігіт кіріссе қойсын ба? Қараңғы түсіп көз байланғанша екі қарияны жаңа үйіне көшіріп, жиһаздарын орын-орнына жайғастырып берді. Профессор балаларға батасын беріп, қолтаңбасы мен пышақтың қырындай кітабында сыйлады. Содан бастап Боранбай ағай мен жақын туыстай болып кетті. Көмек керекте үйіне барып қолғабыс жасайды. Ол кісімен реті келгенде әңгімелескеннің өзі қандай. Соғыста көргендері мен өмірде жиған тергендерін майын тамыза әңгімелеп береді. Профессор мен достығын өзі бастау деп атады. Бұл бір жақсы істің бастауы, жақсы өмірдің бастауы деп қабылдады. Өзінің бай болу арманы осы кісінің сабақтары мен ақыл кеңесінен басталатындай. Ең кереметі, Жомартқа жетпейтін теориялық білімді қаржы сабағынан беретін данышпанның өзінен тікелей алып санасына сіңіре берді. Әсіресе қаржы жинау мен бизнес жайлы айтқанда жаңа ой, жаңа жігер береді. Жомарт ұстазына өзінің бизнеспен айналысқысы келетінін, бай болуды, миллионер болуды армандайтынын жасырмады. Шәкіртінің арманын алғаш естігенде ұстазы жылы ғана жымиып, «Әй балалар-ай, бәріңнің де көп ақшаға ие болып, рахат өмір сүргілерің келеді, деп бір қойды. «Жоқ, ағай, мен сол көп ақшаны еңбек жасап тапқым келеді», деді де өзінің ауылда Роза тәтемен бірге жасаған бизнесі жайлы тәптіштеп айтып берді. Содан жинаған ақшасының көлемін де жасырмады. Теңге тиыннан, тиын қиыннан құралады дегенді ерте ұғып, бала болып, бос сандалып жүрмей, сонша қаржы жинағаның әрі үлкен еңбек, әрі жігерлі екендігінен, өзіңе талап қоя білгенің, аман болсаң, алдыңа қойған мақсатыңа жететін табандылығыңды көрсетеді, деп ұстазы бұның талабына ризашылық білдірді. Сананым тұрмыс билеген мына заманда қай-қайсымыз болсақ та ақша мәселесіне бейжай қарай алмаймыз. Отыра қалсақ айтатынымыз қарыз бен несие тақырыбы, жата қалсақ ойлайтынымыз қалай ақша тапсам екен. Ал ақша тиыннан құралады. Ақша деген жақсы. Ақша тауарлар мен қызмет көрсету өлшемі. Кез келген ақша сол елдің өткені мен бүгінін және болашағын айқындауға септігін тигізетін айналым құралы. Авербах деген данышпан, көп ақша табу батырлық, оны сақтау ақылдылық, ал үнемдеп жарата білу өнер, деп сен сияқты байығысы келгендерге айтып кеткен екен. Тиыннан теңге құралады демекші, ақшаны тапқан, оны дұрыс пайдаланған жақсы.
Оның қызығына түсіп кетпей жан-жағындағы жоқ Жақыбайды ойлағанда дұрыс. Ақшаға арыңды сатпа, ақшаны көріп жолдан тайып кетпе. Әкең айтқандай жомарт, бай болған жақсы деп санасына бір сәуле құяды. Боранбай Жүсіпбекұлы шәкірттеріне елге қызмет етем десеңдер, қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысының жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың басқадан кем болмау үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болуға кәсіп керек, ал күшті болуға бірлік керек дегенін ұмытпаңдар дейтін. Әлихан Бөкейханов сияқты тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп бастаңдар әр істі. Жердің астындағы, үстіндегі, аспанындағы барлық игілік қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек. Оның әрбір түйір тасы қазақтың өңіріне түйме боп қадалу керек деген ұстанымын еске сақтап, қазақтың жерінде өндірілген бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқыма болып киілуі керек. Яғни толықтай экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге ұмтылуы тиіс деген аманатын сендер орындайсыңдар. Елдің ертеңі, елдің тұтқасы мына сендерсіңдер деп дәрісінде зор даусымен аудиторияны жаңғыртып, көкейлеріне құйып, болашақтарына ұшатын қанат байлайтын. Бизнес констант. 2 курстың сабағы басталған. Бөлмедегі кезекшілігі келіп қалған соң, жақын маңдағы дүкеннен нан, сүт алуға жүгіріп шықты. Жолдың арғы жағындағы дүкенге барайын деп, бағдаршамнан өткен кезде бұрылыстағы үйдің қабырғасына ілінген хабарландыруға көз түсті. Бұрын ондайға назар аудармайтын. Өмірде бір жол ашылып, тіршілігіне өзгеріс енгелі тұрды ма? Жеміс-жидек ұсақ-түйек сататын шағын маркет сатылады деп, астына бірнеше жерінен қиып, байланыс телефонын көрсетіпті. Желбіреп тұрған телефон нөмірі жазылған тілдей қағазды жұлып алды. Қалтасына сүңгіте салып дүкенге кіріп кетті. Керек жарағын алып, қайтадан жатақханаға қарай жүгірді. Бөлмеге келіп, жасын мен серік оралғанша тездетіп, қуырдақ жасап, дастарқан жайды. Бағанағы алған телефон нөмірін мүлдем ұмытып кетті. Ертесі сабақтан шыққанда қолын қалтасына салып, бірдеңе іздеп еді, бір тілім қағаз ілесті. Есіне түсті. Жеміс-жидек ұсақ-түйек сататын шағын маркет сатылады деген хабарландыру еді. Жиған тергенім жетсе, осы шағын маркетті сатып алып, өз бизнесімді бастасам қайтер екен? Сатушылыққа біреуді жалдасам, сабақтан босағанда өзім келіп тексеріп, керек тауарын демалыс күндері толтырып берсем деген қиял жатса тұрса маза бермей қойды. Сабақ үстінде де, кітапханада да, бөлмеге келгенде де сол ойда жүрді. Жасын қайтып көрсем қайтеді деп қанша оқталса да батылы бармады. Айнытардай ой айтып қойса, күллі мақсаты бала кезден бай болам деген арманы көкке ұшатындай қорықты. Есіне Боранбай Жүсіпбекұлының дәрісі түсе берді. Жомарт профессордың айтқандарын есіне түсіріп, дәптерлерін ақтарып, дәріс үстінде жазған конспектлерін қайта ашты. Істі алғаш бастайтын кәсіпкерге ең алдымен немен айналысатынын шешіп алу қажет. Яғни ол бизнес идея табуы тиіс. Бұл күрделі және жауапты саты. Бизнестің қалай құрылатыны осыған байланысты. Бұл жерде кәсіпкер өз білімі мен дағдыларын, жұмыс тәжірибесін, хобби мен қызығушылықтарын ескеру керек деп жазып қойыпты бір жерінде. Одан әрі, кәсіпкер жаңа бизнестің мүмкіндіктерін, өзінің мүмкіндіктерін және идеяны жүзеге асыруға керек өзге ресурстарды бағалауы тиіс депті. Оқып тоқығандарын ойша қорыта келе, бұл мини-маркет менің үлкен мақсаттарымның жүзеге асуының алғашқы мүмкіндігі.
не де болса бизнесті саудадан бастайын деген шешімге келді де, бабалары айтқандай шешінген судан тайынбас деп бір байламға тоқтады. Сөйтті де қалта телефонын ала салып, көрсетілген нөмірді терей бастады. Арғы жақтан бір ер адам «Әлі» деп жауап қатқанда, Жомарт амандасты да, «Хабарландыру бойынша телефон шалып тұр едім, дүкен сатасыз ба?» деді. «Иә, қай жерде екен?» «Жандосов пен Алтынсариннің бойында, бұрынғы нархоздың жанында». «Бағасы қанша?» деді салғаннан. «Басқа нені сұрасын? Ауылда жинап жүрген азғантай қаржысы жете ме, соны білгісі келіп тұр». «Мен тәпішке сатып тұрған жоқпын ғой, дүкен сатайын деп отырмын. Алдымен кел, көр, алатын болсаң бағасын содан кейін сөйлесеміз ғой», деді дүкен қожайыны. Жомарт тез жиналып, айтылған мекенге тартты. Көңілі алып ұшып жетті де, сыр білдірмеуге тырысып, сатылатын дүкенді көрді. Іші әжептәуір кең екен. Күнделікті тұрмысқа керек деген ұсақ түйек, сусын, тәтті, нан, сүт, темекі, бір бұрышында жеміс-жидек самсап тұр. Екінші бұрышында салқын сусын толтырылған қос тоңазытқыш иық тіреседі. Жомарт іші сыртын айналып қарап жүргенде, қожайын мұны сөзге тартып: «Қалай бауырым, ұнады ма?» деген. «Жақсы екен аға, енді тұратын бағасын айтсаңыз», деді Жомарт сауда тілімен. «Лимон жарым», деді қожайын да саудагер тілінде жауап қатып. Жомарт оның 1.500.000 теңге деп тұрғанын бірден түсінді де аз ойланып: «Аздап жиғаным бар еді, жетіңкіремейді», деді. «Өзің бұрын саудамен айналысып па едің?» «Бұрын ауылда біраз айналысқам, қазір студентпін», деп шынын айтты. «Атың кім?» «Жомарт». «Менің атым Қайырбай. Өзің әлі студент болсаң да бұлай талпыныс жасап жүргенің ұнап тұр. Болашағың бар жігіт екенсің. Сонда қанша ақшаң бар?» деп сұрады дүкен қожайыны. Атын айтып танысып, мұны жақын тартқысы келіп тұрғанын байқалды. 1 миллионым бар ауылда. «Жақсы, 200-ін түсірейін, жетпегенін туыстарыңнан ала кел ауылдан», деп аз-мұз кеңесін де берді. «Туысым жоқ аға, жетім жігітпін. Жалғыз шешем бар ауылда». «Миллионды қалай жинадың?» деп таңырқады. «Алдында ауылда дүкенде істедім, оқуға түскен соң бос уақытымда базарда, вокзал маңында біраз қара жұмыстар істеп жинастырдым». «Өзің қайда оқисың?» деп Қайырбай басын шайқап қызығып қалды. «Мында», деп жолдың арғы шетінде мен мұндалап тұрған университет ғимараты жаққа қолын сілтей салды. «Нархозда ма?» «Иә, онда нағыз бизнесмен боласың ғой. Мынау саған шынында бизнестің бастауы болғалы тұр», деп риза болды. Жомарт үндемей 200 түсірсе, ар жағындағы 300-ін қайдан тапсам екен? «Роза тәтемнен сұрасам ба?» деп жылдамдата қарыз деп тұрған ішінен. Әлден уақытта Қайырбай қожайын: «Жомарт, сен талабы таудай бала екенсің. Кейін байып кетсең, бұлақтың көзін ашқан ағаңды ұмытпассың. 300-ін кейін бөліп төлей аласың ба?» деп кеңшілік жасай қойды. «Аға, рахмет. Қалай қолыма ақша түседі, солай қайтарамын», деп Жомарт қатты қуанып қолын ұсынды. Екі азамат келісті. Жаңа ой, жаңа талап, жігер беріп Жомарт ауылға тартты. Апасымен Роза тәтесінің басын қосып, жағдайды айтты. Кішкентайынан жанына ертіп, сауданың әліппесін үйреткен Роза тәтесі шәкіртінің талабына қатты қуанып, сүйіншіге 100.000 теңге берді. 200.000-ды қашан жағдайың келсе, сонда қайтарарсың, деп тағы қосты. Сауда сақал сипағанша дегендей, Қайырбайдың дүкені солай студентке сатылып кетті. Сонымен Жомарт Жолдыбайұлының еңбегі жанып, маңдай тері береке беріп, Алматының ортасында жеке меншік сауда орны пайда болып, бизнеске жол ашылды. Сабақтан бос уақытында профессор Боранбай Жүсіпбекұлына барып, өзінің кішкентай бизнесін бастағанын айтты. Университеттен алатын дәрісі бір бөлікте, өзінен алатын тәлімі бір төбе болатын ардақты ұстазы Жомартқа американдық кәсіпкер инвестор Роберт Кийосакидің «Ауқатты әке, кедей әке» деген бестселлер кітабын сүйіншіге сыйлады. Миллиардерлер тарихынан нөмір 1 болып енген
Джон Рокфеллер күнделікті шай-пұлға бөлінген ақшаның басын қосып, оған кәмпит сатып алып, оны бөліп, өзінің бауырларына 2 есе бағасына сатып, үстіндегі табысын қажетіне жаратады екен. 7 жасында күрке тауық өсіріп, шағын кәсібін ашқан. 12 жасқа келгенде $50 көршісіне жылына 7% өсіммен қарызға беруді әдетке айналдырған. Бизнесі солай басталған. Ауқатты әке, кедей әке бестселлерін жазған Роберт Кийосаки баланың болашағы жақсы тәрбие мен білімде емес, ақшаны бала жастан қалай жарата білгендігінде дейді. Себебі қоғамның деңгейі немесе ата-анасының байлығы жайлы баланың түсінігі күнделікті шай-пұлға деп берген ақшаның мөлшеріне қарап қалыптасады екен. Сен де солардың жолымен келе жатыр екенсің деп жылы жымиды профессор. Енді бар күш қайратыңды саудаға ғана емес, өзіңді дамыту бағытына да қатар жұмса. Бизнесте адам өмірі сияқты. Өмірге келеді, қаз-қаз басады, тай-тай жүреді, алға талпынады, өседі, жығылады, сүрінеді. Соның бәрінде сен де жан дүниеңмен, бизнесіңмен бірге өмір сүресің. Ісің сәтті болсын деп батасын беріп, шығарып салды. Қолын беріп қоштасып, аз ойланып алып, математика, физика ғылымында констант деген термин бар. Тұрақты, еш өзгермейтін деген түсінік береді. Бұдан былайғы мақсатың бизнесің констант болсын. Сенің үлкен бизнес жасап, елге пайдаң тиетініне, жомарт жүректі бай азамат болатыныңа сенемін, деді. Жомарт үлкен кісінің батасын алып, Алматының үстінде қанат байлап ұшып жүргендей болып қайтты. Қысқы сессияда емтихан алып отырғанда Боранбай Жүсіпбекұлы Жомарттың жауабына риза болып, жанында бірге қабылдап отырған докторантына: «Иосиф Карпович, мына Жолдыбайұлы бар ғой, аман болса бір жерден шығады», деді. Есікті жауып шығып бара жатқан студентінің соңынан ризашылықпен. Докторант көзілдірігінің астынан өз ұстазына таңырқай қарап: «Бір жерден шығады дегеніңізді қалай түсінуге болады, Боранбай Жүсіпбекович?» деді. Профессор ақшулан шашын әдетімен маңдайынан кері қарай бір сипап қойып: «Әзірге ауылдан келген бала ғой, болашақтың тілімен айтқанда түбінде премьер-министр болады», деді көзі күлімдеп. Ұстазының берген Роберт Тору Кийосакидің «Ауқатты әке, кедей әке» деген кітабын Жомарт жата жастана оқып, әр сөзіне мән беріп, жаттап алды деуге болар. Бір ретте құламай, сәби жүруді үйренбейді. Себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Бизнестің жолы да солай. Неліктен қоғамның көп бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды? Себебі олар жеңілуден қорқады. Ал жеңіс тұғырынан көрінгендер жеңілістің дәмін де татқандар. Сәтсіздік ол жетістікке жетудің бір бөлігі. Сәтсіздікке жолағысы келмеген адамдар жетістікке де жете алмайды дегенін көңіліне тоқып, әрдайым есіне алып жүрді. Бизнесіңді ұлғайта беру үшін білім жинайсың. Алдымен университетіңді аяқтайсың, одан соң магистратураға түсесің, шет тілдерін үйренесің, бизнес тренингтерге қатысасың. Білім үйренсең, Қазақстан ғана емес, оның арғы жағында тұтас әлем жатыр. Сендей ұлының қызығын көрмей кеткен әкең сенің алдыңда болады әрдайым. Бір қадам ілгері бассаң, қуанады деп Боранбай ұстазы ұлы жолдың басында өзін шақырып тұрғандай. Жомарт ұстазы Боранбай Жүсіпбекұлының сенімі мен әкесінің үмітін ақтап, 10 жылдың ішінде елдегі бай да жомарт азамат болып, өз тағдырының қожасына айналып қана қоймай, жоқ-жітікке көмектесетін, талапты жастарға қол ұшын беруді міндетім деп санаған нағыз атымтай жомартқа айналды. Бала кезіндегі арманын орындап, апасына ауылдағы ең үлкен де әдемі үйді сатып алып берді. Ақылбек жездесі де ауылға келген Медбике қызға үйленіп алды. Дастан мен Кәмшатты өзі Астанадағы университетке оқытты. Олжас Ақтамда
қара шаңырақ иесі болып үйленіп апасына келін түсіріп берді. Алматы мен Елордадағы Жомарт азық-түлік дүкендер желісінің құрылтайшысы Жомарт Жолдыбайұлының жүріп өткен жолдары қазағымның әр баласына үлгі болсын, кеуделерінде жаны барда ұлтқа қызмет етсін, мақсатына жетсін деген ұлы арманмен осы хикаятты жазып шықтым.